Вот отырасың ғой, жай YouTube қарап, сүйікті ютуберіңді қарап, бір сәтте жарнама. Бүгінгі видеода мен жарнаманың қалай пайда болғанын айтпаймын. Бүгінгі видеода мен қалыс жетін YouTube'дағы жарнама туралы айтатын боламын. Егер видео ұнаса достар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңдар, ал мен бастаймын. Кеттік. Бүгінгі видеода мен көбінесе YouTube'дан шығатын ойындардың жарнамасы туралы айтатын боламын. Себебі көп процентта олар кликбейт. Қазір түсінесіңдер не үшін екенін. YouTube қарап отырсам, маған көбінесе Call of Dragons деген ойынның жарнамасы шығады. Осы ойынның жарнамасы менің қанымды конкретно ашады. Неге десеңдер, бұл ойынның жарнамасы тек бір-ақ сценариймен жазылады. Ол типа мынандай: сен Call of Dragons ойнайсың ба? Я, мен рыцарьлар таңдадым, олар крутой, олар бәрінен күшті, менде 100 000 күш бар. Не? Маған бір шабуылдап жатыр ма не? Ол мен. Не? Қалай? Менде орктар, олар рыцарьлардан күшті, оларда 20% добыча бар. Мен крутоймын, менде 1 миллион күш бар. Call of Dragons таза чмолардың ойыны. Тек қана осы Call of Dragons емес, тағы да бір ойын бар, ол прям осындай жарнамамен жасалған. Бірақ оның атын ұмытып тұрмын. Егер сендер білсеңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Тағы бір ойын Last Forester. Бұл көбінесе TikTok'та мем түрінде шығатын ойын ғой, короче. Осы ойынның жарнамасына келетін болсақ, бізге басында 2 адамды көрсетеді. Олар үйде бірдеңке істеп тұрады. Бұл видеода олар гейлар, ё-моё. Сосын олар зомби шабуылдайды, сосын олар подвалға қашады, и Майнкрафттағыдай оны тез қаза бастайды. Бұндай ойындар көп, если чё. Тағы да басқа жарнамасында олар ауадан зат шығарып, бөлме саптса датылып, телевизор тұр, прикинь. Ал енді таза кринжқа келек достар. Енді мына ойынның жарнамасын қараңдар. Чё? Типа ол 2 қабат, оны күйеуі тастап кетті, ойынды жазыңдар ма? Вы чё, дебилы? Осы ойынның басқа жарнамасына келетін болсақ, күйеуі әйеліне немесе әйелі күйеуіне көзіне шөп салғаны туралы. Қалай ойлайсыңдар, жарнама жасап жатқанда олар не ойлады екен, а? Ну типа, давайте ойынның геймплейін көрсетіп, қызықты шеттерін қосайық. Жоқ, қуасың ба сен, оданша геймплей жоқ нәрсен қоса. Мысалы, күйеуі әйеліне немесе әйел күйеуіне көзіне шөп салып жатқан қоймайық па, крутой болады ғой. О, давай. Ойын күшті болады, базар жоқ. Жарнама біздің өмірімізде көп шығады. Әрқайсысы әртүрлі, көбісі осындай жаман жасалған. Неге осы жарнаманы жақсы жасауға болмайды? Жарнама арқылы сен ойыныңды, ойнамағандар оны қандай екенін біліп, ойында не күтуге болатынын біліп отырады. Жарайды. Походу, жарнамаға конкретно экономдаған сияқты ғой бұлар. Либо просто бұлар наркомандар. Ал енді достар, давайте біз Нураның ойын тыңдап көрейік. Ол қандай рекламаларды ұнатпайды екен. Баршаңызға сәлем, ютуб-сіздермен бірге мен Нуранет. және достар, бүгін Crossout керемет жаңа геншин әрі қызықты MMORPG RPG ойын. Осындай жарнамалар ашуыңызға тие ме? Я достар, бүгін біз осы ашуға тиетін жарнамалар жайлы айтатын боламыз. Шыны керек, бұрын мұндай жарнамалар шыққан сайын қатты ашуланатынмын. Тіпті сол жарнамада шыққан нәрсені жек көріп кететінмін. Сенің ойынша мен осы ойынды жазып алады деп ойлайсың ба? Еш қашан компанияларына жауап тастаймын. Көпшілігі негізі жарнаманың мәнісін түсінбейді. Бірақ жарнама бұл кез келген тауардың таралуына және танымдылығына үлкен әсер етеді. Мысалы, сіз ерекше жарнамадан ерекше шоколад көрдіңіз делік. Келесі күні оны дүкеннен көргенде, неге дәмін көрмеске деп айтуы мүмкінсіз. Немесе, воу, бұл жарнамадан көрген шоколад қой. Міне осы жарнаманың арқасында бір компанияның жарнамалық видеосы сәтті болғаны байқалады. Жарнама сізге барынша тек үздік нәрсені креативті жеткізуге тырысады. Тіпті олардың дәмі бірдей болса да. Бірақ бұрын телевизор қарап жатқанда қызық киноның ортасынан бұрып, Twix-тің қай жағын таңдайсың? Билайнда жаңа тариф. Билайн жарқын шақта өмір сүр. Осылай жарты сағат саған неше түрлі бренд атап шығады, ал сен тіпті не көріп жатқанды ұмытып қаласың. Бұдан бөлек жарнама кез келген әлеуметтік желіде көп шығады. YouTube, Instagram, TikTok болсын, жарнамалар қаншама адамды ақшалай қамтамасыз ете алады. Мысалы, маған қазір басқа адамдардан гөрі YouTube'дан шығатын жарнамалар ашуға әсер етпейді. Себебі қазір бұл жарнамалар сүйікті ютуберлеріме ақшалай көмек болатынын түсінемін. Я достар, мысалы менің видеоларымның басында жарнама болса, бұл да маған деген кішкене болсын қолдауларыңыз болады. Ал бүгінге осы. Сендермен мен Олжас Тоқыбай және Нуранет каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар. Ай, гоу да қойсын.